Үйді 25 миллион теңге наличкаға алған дұрыс па, әлде ипотекаға алған дұрыс па? Оны рилс соңында өзіңіз таңдайсыз. Егер де сіздің қолыңызда 25 миллион теңге болатын болса, ни в коем случае наличкаға үй алмаңыз. Себебі осы 25 миллионның 5 миллион теңгесін алғашқы жарна ретінде пайдаланып, өзіңізге ипотека рәсімдеуіңізге болады. Мысалы, без подтверждения дохода 16%-бен ипотека рәсімдейтін болсақ, 20 миллионға ай сайынғы төлемі 286 мың теңге шығады. Ал қалған 20 миллион теңгені депозитке салған күннің өзінде ай сайынғы депозиттен түсетін 17% вознаграждениеңіз 284 мың теңге болады. Сіздің ипотекаңызды жауып отыратын сумма ақшаңызды депозитке салған күннің өзінде депозиттен алатын вознаграждениеңізбен жауып отыруға мүмкіндігіңіз бар. Және бұл жерде ескере кететін жағдай, 15 жылдан кейін сіздің қолыңыздан 20 миллион теңгені құрайтын бір пәтер болады, плюс қолыңызда 20 миллион теңге ақшаңыз болады. Получается, сіз бұл жерде двойной плюске шығып тұрсыз. Сол үшін де ешқашанда наличкаға үй алмаңыз. Осылайша тиімді жолдарын қарастыруға болады. Толық ақпарат алу үшін жекеме плюс қалдырыңыз.